Қазақстандық кәсіпқой боксшы Виктор Катачиговтың жаңа қарсыласы анықталды. Ол 9 қазан күні Дубайда өтетін Ратунда Рамбл 4 турнирінде британдық Макси Хьюзбен жұдырықтасады. Бұл сында қазақстандық өз еншісіндегі WBC International белбеуін кезекті мәрте қорғайтын болады. Ал жекпе-жек Дубай бокс кешінің басты оқиғасы болмақ. Тамыз айында британдық боксшы жартылай жеңіл салмақта ирландиялық Джонно Карралды ұтып, айдаспанға бірақ шығарған болатын. Өйткені ол бұл сында анық аутсайдер болып саналған еді. Бұл 30 жасар Хьюздің кәсіпқой рингтегі 21-ші жеңісі ретінде тіркелді. Оның 4-еуін ол нокаутпен аяқтаған. Сондай-ақ еншісінде 2 тең нәтижемен 5 жеңіліс те бар. Біздің сарбалада соңғы рет тамыз айында рингке шықты. Ол бұл сында белорус Андрей Исаевты 3-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Бұл жекпе-жектің сілтемесі экранның жоғары жағында тұр. 27 жасар Виктор өз мансабында 11 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Оның 5-еуін нокаутпен аяқтаған. Ол еліміздің басты үміттерінің бірі болып саналады. Осымен бірнеше рет еншісіндегі белбеуді қорғағалы тұр. Егер бұл сыннан да ол сүрінбей өтетін болса, ары қарай Катачиговта деңгейі жоғары жекпе-жектер күтетін болады. Сарбалаға енді қалғаны жақсылап кездесуге дайындалу. Жоғарыда айтып өткенде Хьюз таңғалдыра алатын боксшы. Меншілдік орын алса, опық жеу ғажап емес. Ал тағы бір танылып келе жатқан боксшымыз Арман Рысбек болса, 27 қазанда Қазан қаласында бокстасады. Біз ертеректе тура осы кеште Бобержан Моминовтың да өнер көрсететіндігі туралы хабарлаған едік. Ол екінші орта салмақта ресейлік Гамзат Газалиевпен жұдырықтасады. Бұл енді екі жеңілмеген боксшылардың бәсекесі болып тұр. Өйткені Арман бұған дейін 7 кездесу өткізіп, бәрінде жеңіс, 6-ында нокаут тіркесе, Газалиев 4 кездесу өткізіп, барлығын нокаутпен аяқтап отырған. Бір сөзбен айтқанда бұл сен тұр, мен атайын деген қос марғасқаның арпалысы болғалы тұр. Кездесу 8 раундтық форматта өтеді, сондықтан бәрі болуы мүмкін. Десе де біз Арманға сенеміз. Ол бұған дейінгі жекпе-жектерде өзінің жоғары шеберлігін байқатқан еді. Енді қарсылас аймағындағысында ол өзінің бар қырынан көрсетеді дегенге сенім мол. Сөз соңында Батыр Жүкенбаев туралы бірер ауыз сөз айтқымыз келіп тұр. Батырдың әзірге қарсыласы белгісіз. Ол бүгіндері Мәскеуде өзінің жеке бапкері Андрей Ивичуктың қол астында жаттығуын пысықтауда. Ал мұхиттың арғы бетінен хабар жоқ. Боксшымыздың құқығы тиесілі Eye of the Tiger Management компаниясы Инстаграмдағы парақшасы арқылы босс рингтің суретін салып, біз дайынбыз деген хабарламасы болмаса нақты ақпарат таратпауда. Олардың дәл қазір боксшылар үшін оңтайлы қарсыластар іздестіріп жатқандығы анық. Ал бұл аралықта Батыр бауырымыз кең көлемді сұхбат беріпті. Біз қазір соның қысқартылған бейнесін ұсынғымыз келіп тұр. Өміріңдегі мақсатың не деген сұраққа ол былай деп жауап береді. Бұл өмірдегі мақсат жұлдыз болу емес. Ең бірінші мақсат ол дұрыс адам болып қалу, екінші дұрыс былай айтқанда Алланың разылығын табу. Болашақта үлкен бір дәрежеге жетіп жатса, келе болмаса үлкен бір қаржылар алып жатсақ, менің танымалдылығым үшін мен үшін емес, бұл менің қолымның ұзаруына, жан-жағыма, келе болмаса өз еліме, жеріме пайдалы бір істер көп жасауыма мүмкіндік көп болады деп ойлаймын. Қандай бокс мәнерін ұстанасың деген сұрақтың жауабы да маған ұнады. Мен өзім осы боксты бастағалы бері Майк Тайсонның негізі видеоларын, бойларын көп көретінмін. Дәл қазір де мен ойлаймын, сондай бір бокс халыққа бір керек сияқты да, агрессивный жаңағындай төбелес, ұратын, экшн керек та. Сол стильге менің боксымда жақын деп ойлаймын. Бокстағы ұстанымың қандай? Әрбір қазір жүрген спортшыға ол бір тарихта қалу или өз атын бір ойып жазып кету, ол арман ғой. Менің арманым дәл қазір ол менің салмағымдағы бүткіл белбеуді елге алып келуді. Міне осылай дейді Батыр Жүкенбаев. Сұхбаттың толық нұсқасы жақын күндері жарыққа шығады. Оны да рет келіп жатса, біз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Батырға біз алдағы жорықтарында сәттілік тілейміз. Бейне материал ұнаса лайкпен қолдау көрсет. Арнаға жазылуды ұмытпа. Бейне материалды WhatsApp, Facebook, Instagram және басқа да әлеуметтік желілерде таратуға көмектес. Тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары көп болғай.